Сәлем достар! Свои рецепті каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қызылшадан дәмді витаминдерге бай екі түрлі салат жасап үйренетін боламыз. Бірінші салатқа керекті заттар бұл қызылша, 3 қызылша, грек жаңғағы және де осындай кішкене тұз керек болады. Ең алдымен қызылшамызды осындай майда үккіштен өткізіп алуымыз керек. Қызылшамызды үккіштен өткізіп алдық. Ал енді жаңғақтарды майдалап турап алуымыз керек. Оны пышақпен тақтадың үстінде турауға болады. Осындай майда болу керек жаңғақ. Мен кішкене осындай ірілеу болған жақсы көремін. Сіздер қаласаңыздар, бұдан да майда етіп жасасаңыздар болады. Ал енді ингредиенттердің барлығын араластырамыз. Бірінші болып қызылшамызды салып аламыз. Қызылшаның барлығын алмадым, өйткені қазір тағы да бір салат жасайтын боламыз сіздермен. Одан кейін кішкене тұз себеміз. Дәміне қарай тұз сеуіп аласыздар. Және де үгітілген жаңғағымызды сеуіп шығамыз. Жаңғақтың барлығын сеппеймін, кішкене алып қаламын, соңында әсемдеу үшін қолданамын. Және барлығын араластырамыз. Міне салатымыз осындай болып шықты. Дәмді қалған жаңғағымызды бетіне сеуіп әсемдеп шығамыз. Міне салатымыз осындай әдемі әрі дәмді болып шықты. Бұл салат қызылшаны жақсы көретіндер үшін таптырмас бір рецепт болып табылады. Дәмін көрейік. Өте дәмді. Әсіресе бұл салатты күздің және қыстың кезінде жасап, өзіңіздің организміңізді витаминдермен қоректендіріңіз. Келесі біздің екінші дайындайтын салатымызға қызылша, майонез, тұз және сарымсақ керек болады. Бұрын қызылша ұнатпайтынмын, осы салаттан кейін қызылша жегенді жақсы көріп қалдым. Ал енді екінші салатымыз қалай дайындалады? Үккіштен қызылшамызды өткізіп аламыз. Мен жаңа үккіштен өткізілген қызылшаны қолданып жатырмын. Одан кейін қызылшаға кішкене тұз себеміз. Көп себудің қажеті жоқ, өйткені біз қазір майонез қосатын боламыз. Келесі сарымсақты осындай сарымсақ езетін құрылғымен езіп аламыз. Ең соңғы болып майонезімізді қосамыз. Және жақсылап барлығын араластырамыз. Салатымыз осындай болып шықты. Ал енді дәмін татып көрейік. Өте дәмді. Бұл салатты мен отбасыма көп жасап беремін. Сіздер де өздеріңіздің отбасыларыңызды осындай салаттармен қуантыңыздар. Тағы да басқа да рецепттер көру үшін каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.